Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін сабағымыз тақырыбы элементтердің саны, бірдей жиындардың бірігуі, көбейтуі. Бірінші тапсырма практикалық жұмыс. Үстелдің сол жағында екі дөңгелек пен екі тік төртбұрыш жатыр. Екіншісі, үстелдің оң жағында екі бұрыш пен екі шаршы жатыр. Төмендегі нұсқалардың бойынша орында. Екі дөңгелектің үстелінде ортасына қарай қой. Қалған фигураларын осылайша екі-екіден қоюды әрі қарай жалғастыр. Екі-екіден сен неше рет қойдың? Жоғарыда орналасқан әрекеттердің санды өрнек түрінде жаз. Оның мәнін тап. Бірінші суреттегі бірінші тапсырманың біріншісі, екінші суреттегі бірінші тапсырманың екіншісі. Өрнектің мәні: 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 4 рет тең 8. 2 көбейту 4 тең 8. Екінші тапсырма зерттеу. Суретке қара. Алдымен қосу амалымен, содан соң көбейту амалымен теңдіктер құр. Бірінші суретінде 3 қосу 3 қосу 3 рет тең 9. 3 көбейту 3 тең 9. Екінші суретте 4 қосу 4 қосу 4 3 рет тең 12. 4 көбейту 3 тең 12. Үшінші тапсырма. Бос тұр көздерін тиісті сандарды қой. Бірінші суреттегі қосу амалымен 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5 5 рет тең 25 теңге. Көбейту амалымен 5 көбейту 5 тең 25 теңге. Екінші суретте 100 теңге. 100 қосу 100 қосу 100 3 рет тең 300 теңге. Көбейту амалымен 100 қосу 3 тең 300 теңге. Төртінші тапсырма есепті шығар. Үш сөренің әрқайсында 4 топтан бар. Сөрелерде барлығы неше топ бар? Шешуі: қосу амалымен 4 қосу 4 қосу 4 тең 12. Көбейту амалымен 4 көбейту 3 тең 12. Жауабы: сөрелерде барлығы 12 топ бар. Бесінші тапсырма. Өрнекті құр және олардың мәнін тап. Біріншісі есепте. 80 азайту 35 қосу 18 тең 63. 49 азайту 35 қосу 41 тең 55. Екіншісін есепте. 35 қосу 25 азайту 46 тең 14. 74 қосу 25 азайту 14 тең 85. Алтыншы тапсырма. Азайту амалымен шығарылатын теңдеулерді көшіріп жаз және оларды шеш. Біріншісі. X қосу 14 тең 26. X тең 26 азайтамыз 14. X тең 12. 12 қосу 14 тең 26. Екіншісі. X азайту 35 тең 24. X тең 24 қосу 35. X тең 59. 59 азайтамыз 35 тең 24. Үшіншісі. 57 азайтамыз X тең 47. X тең 57 азайту 47. X тең 10. 57 азайту 10 тең 47. Жетінші тапсырма. Өрнекті құр және оның мәнін тап. 4 жиынның әрқайсында 5 заттан бар. Оларды бір жиынға біріктір. Жиынды енді неше зат болады? Шешуі: қосу амалымен 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5 тең 20. Көбейту амалымен 5 көбейту 4 тең 20. Жауабы: жиында 20 зат болады. Сегізінші тапсырма. Ойлан тап. Біріктерін қосқанда 10, ал ондықтарды қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп екі таңбалы сандардың 3 қосындысына жаз. Олардың мәнін тап. Қосуды азайтумен тексер. 13 қосу 17 тең 30. 45 қосу 35 80. 28 қосу 22 тең 50. Азайтумен тексереміз. 30 азайту 17 тең 13. 80 азайту 35 тең 45. 50 азайту 22 тең 28. Мен біздің сабағымыз аяқталды. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.